Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Динара. Бүгін сіздермен өте нәзік, жұмсақ, үйдегі бар заттардан жасалынатын салмасында сгущенкасы бар кекс пісіретін боламыз. Рецепті өте оңай әрі тез жасалынады. Видеоны сақтап алу үшін мен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, сохранить деген батырманы басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқа, қант салып, миксердің көмегімен 3-4 минут шамасында араластырып аламыз. Үстіне ертілген сары май және сүт қосып, тағы да миксермен араластырып аламыз. Оның үстіне 1 шай қасық қопсытқыш және біртіндеп ұн қосып, тағы да миксермен жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің кекстің қамыры дайын болды. Қандай ингредиенттер және қанша мөлшерде екен барлығын видеоның астында описанияда қалдырып кеттім. Бізге осындай кекске арналған формочкалар керек болады. Оның үстіне мен осындай одноразовый формочкаларды қолданамын. Егер одноразовый болмаса, онда силиконды форманың үстін сары маймен жақсаңыздар болады. Форманың үстіне 1-1,5 ас қасық қамырды саламыз. Салмасына 1 қасық вареная сгущенка саламыз. Бетіне тағы да 1 қасық қамырды салсаңыздар болады. Енді қызып тұрған 160 градус духовкаға шамамен 15 минутта пісіріп аламыз. Сонымен біздің өте дәмді, жұмсақ, өте нәзік кексіміз дайын болды. Рецептісін жасалуын байқасаңыздар өте жеңіл әрі тез жасалынады. Егер капкейки дайындайтын болсаңыздар, тура осы кекстің үстіне кремді әзірлесеңіздер болады. Міндетті түрде осы кексті дайындауға кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Динара. Келесі кездескенше.